Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге қамыры көтерілуді қажет етпейтін және өте ерекше дайындалатын пирожкилардың рецептісін ұсынбақпын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамына қажетті ингредиенттердің барлығы видеоның астында описаниеде мөлшермен берілген, сол жерден қарасаңыздар болады. Олай болса, ең бірінші қамырын дайындап аламыз. Осылай барлық ингредиенттерді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң жұмыртқамызды, сұйық майымызды қойып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біркелкі массаға айналғаннан кейін ұнымызды салып, әуелі қасықпен, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Бұл қамырдың бір ерекшелігі, біз илеп болғаннан кейін оның көтерілгенін күтіп отырмаймыз. Дайын болғаннан кейін қамырды жарты сағат тоңазытқышқа салып қоямыз, одан шығарып жарты сағат бөлме температурасында ұстаймыз. Содан соң барып пирожкимізді жасай берсек болады. Пирожкидің начинкасы үшін мен осы картошканы суға салып пісіріп алам, және де бір үлкен жуамен сәбізді видеодағыдай турап, үккіштен өткізіп дайындадым. Осы заттардың барлығын дайындап болғаннан кейін қызып тұрған майға жуаны қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін артынша сәбізді салып әрі қарай қуырамыз. Дәмін келтіру үшін тұз, қара бұрыш, паприкасын салып, дәлше араластырып қуырамыз. Одан кейін менде картошкаларым піскеннен кейін оларды езіп пюре жасап алдым да, осы қуырылған жуанмен сәбізімді қосып, начинкасын дайындадым. Мінекей, менде начинкада қамырымда дайын. Қамырымды осылай 30 минут бөлме температурасында ұстағаннан кейін жайып пирожки жасай берсек болады. Қамыр мінекей осылай қолға жабыспай өте жұмсақ болып шығады. Қамырды жұқа етіп жаямыз. Одан кейін мен осылай дөңгелек формаларға келтіріп кесіп алдым. Ішіне начинкаларын салып, өзіміздің қалауымызша пирожкиларды түйеміз. Одан кейін пирожкиларымызды пергамент қағазына орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей, менде пирожкиларым дайын болды. Осылай көтеріліп, қызарып, әдемі болып піседі. Қамыры өте жұмсақ болып шығады. Бұл қамырмен тек пеште пісіруге арналмаған, қуырсаңыздар да болады майда. Сіздерге де осы менің рецептіммен жасауға кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.